Баршаңызға сәлем, мен сіздерге бүгін коктейль жасап көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк батырмасын басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Коктейль жасау біздің көп уақытымызды алмайды, бар болғаны 2-3 минут уақытымызды алады. Коктейль жасау үшін ең керегі бізге бананды осылай қабығынан ашып тазалап аламыз. Тазартылған бананды бөліктерге бөліп аламыз. Банандарымызды блендердің ішіне салып, аздаған сүт құямыз. Көп құйып жүрмеңіз, себебі банандарымыз майдаланып, ұсақталмай қалуы мүмкін. Көп уақыт блендердің қажеті жоқ, себебі банандарым жұмсақ, тез-ақ дайын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, банандарымыз жақсылап майдаланып алған соң, үстіне тағы да сүтті қосып, тағы 1-2 секундқа сүтімізбен жақсылап араластырып аламыз. Міне, біздің коктейліміз дайын болды. Түк те қиындығы жоқ, көп те уақытымызды да алмайды. Мен 1 порция коктейльді құйып алдым. Қалған бөлігіне өрікті араластырып, өрік араласқан коктейль жасайын деп тұрмын. Егер сіздерде қандай жеміс бар, құлпынай, тағы да қандай жеміс бар, кез келген жемісті пайдаланып, сізде дәл осылай түрлі коктейль жасай беруіңізге болады. Өріктерімізді салып болған соң, тағы да 1-2 минутқа блендерлеп өрікті ұсақтап аламыз. Міне, өрік араласқан коктейліміз де дайын болды. Егер сізде кәдімгі бал болса, 1 шай қасық бал қосып жесеңіздер де болады. Дәмі өте дәмді болып шығады ол кезде. Міне, коктейльдеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет, және де көп те уақытыңызды алмайды. Құрамына да көп зат қажет етпейді. Сіздер жасап көріңіз, ас болсын, және менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.